қазір сендермен математикалық жаттығу атты сергіту сәтін орындайық. Қанекей, орнымыздан тұрамыз. Тақтаға қарап қимылмен, іс-әрекетпен жасаймыз. Бірінші санның атауын атасақ, екінші санның түсін атаймыз. Жақсы ма? Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты түсінділікке берілген есептерді шығару болғандықтан, қазір біз сендермен кестемен жұмыс жасаймыз. Яғни түсінділікке берілген есептерді шығарамыз. Ол үшін қазір біз жұппен бірге жұмыс жасай отырып, сендердің алдарына тұрған сыйлық таратпа қағаздарын ашып есептерді шығарайық. Қанекей, ашамыз. Жұппен бірге жұмыс жасаймыз. Біріне кімге жұбы жоқ, екінші топ осы жерге қосылады, басқа жұпқа. Алихан, тасымаларын қосыласын. Міне, алдарында сыйлықтардың ішінде кесте берілген. Осы кесте бойынша жұмыс жасай отырып, түсінділікке берілген есептерді шығарамыз. Дәптерге орындаймыз. Жақсы, балалар жарайсыңдар. Формуламен, есептің шартын жазып, формула бойынша біз есептердің шешуін табамыз, е? Жасмина болды бізде. Бүгінгі сабақ бойынша, жаңа тақырып бойынша Назерке аяқтады. Қанекей балалар, аяқтадық па? Қанекей, онда қолымызды көтереміз, аяқтасақ, өте жақсы. Жарайсыңдар. Ендеше қазір біз жұппен дәптерімізді ауысамыз, бір-бірімізбен. Содан кейін бір-біріміз тексереміз, сен оған бересің, сен оған бересің. Бір-бірлермен ауыса қойыңдар дәптерлермен. Жақсы. Дәптерлерімізді. Егер де бәрі дұрыс керемет десеңдер, сол досымызға қарап, қолымызбен Қанекей бас бармағымызды көрсетейік. Жарайсың дегенде. Бәрі дұрыс болып шықса. Егер дұрыс болып шықса. Асылжан, тексеріп болдың ба? Дұрыс болса, бас бармағымызды көрсетеміз. Дұрыс дейді, өте жақсы. Ендеше балалар тапсырмамызды орындап болсақ, транспортир бағалау әдісімен өзімізге 2 ұпай қоямыз. Егер де бәрін орындасақ, егер де бір қате кетсе, 1 ұпай қоямыз, өзімізге қосамыз. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз бізде балықтар әдісі, аквариум әдісі арқылы кім жылдам деп аталады. Қазір мен сендерге топтық жұмыс беремін, топпен бірігіп достықта жұмыс жасаймыз. Ең басты құндылықтарымыздың бірі, достық құндылығымызды сақтай отырып, жаңағы аквариум әдісін. Ішінен балықтарда берілген тапсырмаларды кім қай топ жылдам орындайтынын тексеріп көреміз. Топпен бірігіп жұмыс жасаймыз. Қанекей, ал, кеттік балалар, уақыт кетті. Жазып отырамыз. Есептерді шығарамыз. Көмектесеміз бір-бірімізге. Сегіз, тоғыз алу үшін 6. Өте жақсы, бірігіп жұмыс жасаймыз. Бір-бірімізге қосылсамыз.
Без, екі, без. Ой. Без. Қаш, 11, 9, 2. Алты, алты, екінші, 4. Бір еміз. Бір 9. 10, алты, 9. Ой, 11. Al Kaniki ballar, аяқтадық па? Иә. Kaniki қолымызды көтереміз аяқтасақ. Өте жақсы. Бір уақытта аяқтадық. Ендеше, сендер топпен жұмыс жасаған қағаздарыңды мен қазір екі топ арасында не істеймін? Алмастырамын. Бір-біріміздің тобымыздың тапсырмаларын тексеріп көрейік, иә? Жылдам есептеп көреміз. Қазір қарап шығамыз. Kaniki бәріміз назар аударамыз тақтаға. Тақта бойынша тексеріп шығамыз. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырманы жылдам, әрі шапшаң орындап шықтыңдар. Ендеше қазір есептерді тексеріп көрейік. Назар аударыңдар. Kaniki, тексеріп шығамыз. Есептердің жауабын тексеріп шығамыз. Бірінші топта бір қате дейді, екінші топта екінші топта бір қате. Бұл жақта қате жоқ. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар, бір-бірімізге қалай ойлайсыңдар? Неліктен мен бұл тапсырманы сендерге бердім? Не себепті, қандай мақсатпен бердім деп ойлайсыңдар? Дінмұхамед орнына қой. Есептерді тез, жылдам әрі шапшаң орындауға. Сол тапсырмамен орындадық па біз? Мақсатымызға қол жеткіздік па? Жеткіздік. Бұл топта кішкене уақыт жағынан үлгермей қалды, және де бізде бір қате кеткендіктен бір ұпай қоямыз, ал бұл топта 2 ұпай. Жарайсыңдар балалар. Топпен жұмыс жақсы, белсенді қатыстық. Ал Kaniki оқушылар, қазір біз телефонымызды алып, қолымыздағы қол сағатымызға QR кодқа апарамыз да тапсырмамызды қараймыз. Аламыз телефонды. Қол сағатқа апарамыз. Қандай тапсырма берілді? Тыңдайық. Тыңдаймыз. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Төлеутемирова Алина Азаматқызы. Бүгін біз сендермен математика сабағынан тест орындаймыз. Мұқият қарап, жауапкершілікпен орындайық. Өте жақсы. Қандай тапсырма берілді? Тест орындаймыз дейді. Телефондарымызды аламыз. Телефонымызды аламыз да QR кодқа апарамыз, иә? QR-да апарайық та атымызды жазып, есімімізді телефонға тапсырмаларды орындаймыз. Сілтеме ашылды ма? Бастау деген басымыз. Ашылды ма? Есіміңді жаз. Димаш орындап жатырмыз ба? Раяна, қиыншылық бар ма? Жасмина аяқтады. Димаш пен Раяна орындаймыз. Жақсы. Біз қазір тапсырмаларымыздың ұпай санын қарайық. Айдар 60 ұпай алды, Алихан 60 ұпай, Асылжан 80 ұпай, Дінмұхамед 80 ұпай, Жангер 100, өте жақсы, жарайсың, барлығы дұрыс. Раяна 80, Таслима 60, Жасмина 80 ұпай. Яғни қателерінде осы жерден қарауға болады. Жарайсыңдар балалар, Kaniki шапалаққа қойып, Жангер өте жақсы 100 ұпайға сақтайды. Керемет. Сабағымызды қорытындылау мақсатында кері байланыс жасайық, иә? Kaniki қазір келіп, бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Нәзірге бастаймыз, келе ғой. Өте жақсы. Келесі, келе беріңдер балалар. Жылдамдарды жақындаймыз. Жангер, Раяна келе бер. Айсара, Дінмұхамед жақындаймыз. Сұрағым бар дейді, өте жақсы.
Сосын талқылаймыз, иә, қосымша жұмыс жасап. Сұрағым бар дейді. Өте жақсы түсіндім дейді. Айтар келегеніңіз Таслима, Абихан. Достарым келейік салымды. Өте жақсы, қанекей шапалақтап қоямыз. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз бізде жақсы өтті деп ойлаймын, иә? Бірнеше балада сұрақтары бар екен, онымен қосымша жұмыс жасай отырып әлі талқылаймыз. Ендеше балалар, қанекей сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз неге қол жеткіздік? Бүгін Орнымыздан тұрамыз. бүгін мақсатымызға қол жеткіздік. Түсіндірді, есеп шығаруды үйрендік. Өте жақсы, тағы да бүгінгі сабақта не істеген ұнады сендерге? Не істедік? Тест орындадық, сосын жұптық жұмыс жасадық, тағы да жеке жұмыс жасадық. Тағы да Жасмина. Біз жұптық, жекеше және топтық жұмыс жасадық. Өте жақсы, жарайсың. Тағы да не істеген ұнады сендерге? Ойын ойнаумен арқылы есеп шығару. Таслима. Сабақта ойын ойнау. Ойын ойнау бізге ұнады. Ендеше қанекей бәріміз бас бармағымызды көрсетеміз. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ендеше қазір біз сендермен үй жұмысын жазаламыз, күнделігімізді ашамыз. Үйге тапсырма оқулықтағы 9-шы есеп 11-ші бет. Жазаламыз. 9-шы есеп 11-ші бет. Қанекей бағалауымызды бағалау транспорттерін көрсетеміз бәріміз. Бағалау транспорттерін көрсетейік қанекей бәріміз. Назерке 10, Жангир 9 балл, жақсы көрсетеміз. Дінмұхамед 9, Айсара 7, Раяна 7, Айдар 9, Таслима 9, Алихан 8, Асылжан 7, Жасмина 10. Өте жақсы, қанекей сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.